Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Аягөз. Бүгін осындай керемет салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың атауы хан салат немесе королевский салат деп аталады. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге осындай ингредиенттер қажет: консервідегі жүгері, майонез, бұл жерде 2 ас қасық майонез, және 2 штук қияр, 2 штук қызанақ. Негізі бұл салатқа черри қызанақтар жақсы келеді, ол менде болмағасын осыны қолдандым. Және қатты ірімшік, яғни голландский сыр, және пісірілген жұмыртқа, чечил ірімшігі қажет, және пісірілген ет немесе жылқының тілін қолдансаңыздар болады. Алдымен қиярымызды турап аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, осылай тураймыз. Қызанақты да осылай орташа қылып тураймыз. Ірімшікті жіңішке қылып тураған жоқпын. Егер сізге бұндай көлемдегі ірімшік ұнамаса, жіңішке қылып турап салсаңыз болады. Бұл жерде мен сиыр етін қолдандым. Егер сізде сиыр еті болмай жатса, жылқының тілін пісіріп, осылай турап салсаңыз болады. Жұмыртқаны 4 бөлікке бөліп саламыз. Егер сізге бір жұмыртқа аз болса, онда 2 жұмыртқа пісіріп, осылай видеода көрсетілгендей қылып турап саламыз. Ендігі кезекте жүгері мен майонез саламыз. Достар, чечил ірімшігін алып, осылай видеода көрсетілгендей қылып, каждыйның ортасын жіңішке қылып ашамыз. Мінекей осылай болу қажет. Салатымызды араластырамыз. Бұл жерде мен майонезді аз салдым, өйткені маған аз болған ұнайды. Егер сізге майонез аздық етсе, онда құрамын көбейтесіз. Дайын салатымызды осылай ыдысымызға салып шығамыз. Бұл жерде менде 2 порциялық салат шықты. Салаттың үстіне осылай видеода көрсетілгендей қылып чечил ірімшігін салып шығамыз. Мінекей достар, салатымыз дайын, жасау жолы оңай. Сіздерге осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жолы бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.